еліміздің Кентау қаласында желтоқсан 5-ші үй, жер үй. Осы үй сатылымға шықты. Мінекей көріп тұрсыздар. 4 бөлмелі жер үй, гаражы бар, темір воротасы бар, есігі бар. Өте керемет үй. Бірге ішімен танысайық. Көріп тұрсыз, осылай лестницамен шығасыздар. Мына жерде де шағын өзіңіз бір нәрсе қойсаңыздар болады, пайдалансаңыздар болады. Ал міне прихожкаға да келдік. Есіктің кіре берісі прихожка. Биіктеу, кәдімгі осы жерде де шай ішсеңіздер болады. Бұл да кәдімгі бір бөлме прихожка болғанмен. Үйдегі айта кететін жағдай, желтоқсан 5-ші үйдегі барлық үйдегі заттар қалады. Міне көріп тұрсыздар, есік алдында аяқ киім қоятын киім ілетін шкафы бар. Бұл да қалады. Міне есіктердің барлығы ауыстырылған, есіктердің бәрі жаңа есіктер. Ас бөлмесіндеміз. Ас бөлмесі кең екен. Қараңыздар, потологы биік, кең. Кухонный гарнитур полный қалады. Мына столда қалады үйдегі. Үйде не бар? Барлық зат қалады. Бір жақсы жері үй орталықтандырылған, газға қосылған. Үй газбен жылытылады. Тамақты да газбен пісіріледі. Үйде 24 сағат суда ағады, свет те, барлығында ешқандай мәселе жоқ. Ас бөлмесінде мына холодильникте қалады. Ванна бөлмесіне келдік. Ванна кең, көріп тұрсыздар. Ванна, мынандай раковинасы бар, жап-жаңа, аристон қалады, стиралка қалады, кафелденген, кең іші. Егер газ өшіп қалып бір мәселе болып жатса, үйде қосымша мына көмірмен де жылытуға болады. 4 бөлмелі жер үйдің бір жақсы жері, коридор кең. Сосын үй құма емес, бөлек-бөлек есіктер, қараңыздар, кең, биік потолок. Үйдің ремонты өте жақсы. Қараңыздар, жақсы жер. Кейбір үйлерге барсаң, құмада бір бөлмеден екінші бөлмеге кіресің. Бұл жақта ондай жоқ. Бәрі бөлек-бөлек. Коридор да өте кең. Есіктер жаңа айтып өттік, жап-жаңа, новый есіктер, барлық бөлменің есіктері ауыстырылған. Біз енді малый залдамыз, көріп тұрсыздар, малый зал. Осы бөлмедегі заттардың барлығы қалады, диван қалады. Терезелер айтпақшы барлығы пластик, жылу батареялары бар үйде, білесіздер, үйге жаңа газбен жылытылады. Үйде перделердің бәрі қалады. Сосын телевизор көріп тұрсыздар, телевизор подставкасымен бірге қалмайды. Жұмыс бөлмесі, егер сіз бір жұмыс істейтін, папаларыңыз жұмыс істейтін болса, жеке бір өзі отырып қағазбен жұмыс істейтін болсаңыздар, сіздерге арналған бөлме. Балдар сабақ оқитын болуы мүмкін, үйде студенттер болуы мүмкін. Сол кезде осы жерде міне сабақ оқисыздар. Мына полка полный қалады. Үйдің ремонты жақсы, обойларын көріп тұрсыздар, жап-жаңа обой, барлығы пол ағаш, өте жақсы. Үй өте керемет. Видеоны көріп отырғанша келіп үйді көріңіздер. Желтоқсан 5-ші үйдегі 4 бөлмелі үйдің біз залындамыз. Көрдіңіздер ғой, зал күшті. Қараңыздар, қандай керемет. Натяжной потолок. Үйдегі барлық люстралар қалады. Мына шкафты көріп тұрсыздар ғой, керемет жиһаз. Бұл да жаңадан тапсырыс берген, жаңадан істеткен. Мына орындықтармен бірге стол қалады. Мына жерде көріп тұрмын, где-то бір 15-20 адамдай сияды. Үйлеріңізде той, жиын, енді әр қазақтың, әр мұсылманның үйінде білесіздер, той, жиын, отырыс, қуаныш көп болады. Сол кезде үйге келген қонақтарыңызды осы залда күтіп жібересіздер. Қандай күшті, қараңыздаршы, әдемі. Пластик терезе. Сондай-ақ жаңа айтып өттім, үйдің иелері үйде алып жатсаңыздар, перденің бәрін тастап кетеді сіздерге. Сосын мына кондер, өте қымбат кондер, сіздерге кондиционерді тастап кетеді. Спальный бөлмедеміз, 4-ші бөлме, кең, қараңыздар, кең спальный бөлмеде. Спальный бөлмедегі барлық заттар қалады. Мына шкаф, көріп тұрсыздар ғой, мына жататын кроваты, мына пианино сіздерге подарок, может араларыңызда музыканттар бар шығар. Мінекей өте керемет. Барлық бөлмесі кең екен. Өздеріңізде видеоны байқап отырған шығарсыз, натяжной потолок, люстралар барлығы бар. Сонда бір айтады кететін жағдай, бұл үйдің иелері бұрыннан осы үйде тұратын адамдар, ешқандай бір үйді алып сатып жүрген адамдар емес, көп балалы отбасы тұратын үй. Сондықтан сіздерге де жұғысты болсын. Сондықтан әрине ырымдап келіп үйді көріп сатып алуға сіздерді шақырамын. Үйді аралап шықтық. Үйдің іші жаңа көрдіңіздер, керемет, күшті, дайын үй, тек қана келесіз де тұра беретін үй. Ешнәрсе істемейсіз. Өте керемет үй. Үйдің фундаментін бір көрсетіп жіберсеңіз, фундаменті биік. Сондай-ақ 4 бөлмелі үйдің астында 3 бөлмесінің астында подвалы бар. Яғни уақытша пайдаланбайтын заттарыңыз болса, қойып қоя тұруға болады. Кең ол подвалда. Біз енді қазір көріп тұрсыз, гараж. Гаражын бір көрсетіп жіберсіз, визуально сыртына гараж, машинаңызды қоясыз. Сосын мына жақта шағын тағы бөлмелер бар. Кең бөлмелер. И ең главный, мына қараңыз, біз 2-ші этажда отырып, гараждың үстінде. Бұл жақ летник. Қандай керемет, гараждың үстінде. Обзорды қарасаңшы, айналып бір көрсетіп жіберші. Қандай керемет, бала шағамен отырып, осы жерде тамақ ішіп, шай ішіп, ұйықтасаңыз да болады. Түнде де ұйықтасаңыз болады. Осы жерге төсек салып қойып, өте керемет екен. Бұл енді үйдің жанындағы қазан ошақ тұратын шағын бөлме.
үйде құдай қаласа үйлеріңізде көп қонақ болсын, сол кезде мына кіші қазан ошақта тамақ пісіресіздер, үлкен қазан ошақта тамақ пісіресіздер. Енді бұл жерде екеуінің қазаны қалмайды. Үйді алып жатсаңыздар, өз қазандарыңызбен келесіздер. Бұл жақта өте осындай шағын бөлмелер де бар екен, сыртына қойма есебінде пайдаланады. Міне, мынау да кезекті қойма бөлме, ішіне кірмей ақ қояйық. Міне, кез келген затыңызды қойып қойсаңыз болады. Енді қанша үй түсіріп жүрмін да, дәл бұл үйдің бір жақсы артықшылығы банясы бар екен. Баня істеп тұр, газбен ысылады, су газбен ысиды, кеңіс сулы. Қараңыздар, күшті ғой. Бұл банясы дегенде, бұл үйді бір жұмыспен басқа жаққа кетіп жатыр, үйдің үйдер. Енді өзіміз тұрамыз деп істеген ғой. Мына қараңыз, күшті. Мына баня керемет қой енді. Мына баняға барып жүргендер біледі. Іші бір көрсетіп жіберіңіз, обзор жасап. Не деген баня мынау. Күшті. Қараңыздар. Газбен суды ыстас, рахат, мұздай су, ыстық су, баня. Мына баняға түсіп жүргендер нағыз кайф жер осы жерде. Тауық, индюк ұстайтын өздерінің шағын бөлмелері бар. Жақындатып көрсетесіз. Егер сіз үйде осыдан бір малға қызықсаңыз, осы шағын тауық, үндік ұстаймын десеңіздер, пожалуйста, біреу бар, екіншісі, осы жақта ұстай бересіздер. Міне үйдің ауласында жеміс ағаштары өсіп тұр, шие, өрік сияқты. Өте керемет. Сосын мына жақта өзінің құралым саймандар салып қоятын, күрегіңізді, кетпеніңізді салып қоятын тағы да шағын бөлмелер бар мына жақта. Өте күшті. Енді керемет үй енді. Айта берсе сөз көп. Ең дұрысы келіңіздер. Үйдің ауласында сондай екінші қабатына шөп жинап қоясыз. Сосын қой ұстайтын, сиыр ұстайтын бөлмелер де бар. Енді үй күшті енді. Бұл жерде үйдің ішінде көрдіңіздер, сыртында көрдіңіздер. Енді өте бір пысық, бір еңбекқор шаруа адамдар болса, келіңіздер. Бұл үйде сондай адамдар тұрған, еңбекқор, балалары грантқа түсіп кеткен, университетте оқитын, қызмет істейтін адамдар тұрған. Сондықтан сіздерді хабарласыңыздар, үйді алыңыздар. Енді үйдің бағасын айтайын. Үйдің бағасы 40 миллион теңге деп отыр. Келісімі бар. Сіздерді күтеміз.